оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 8 сынып алгебра пәнінен квадраттық функция және оның графигі. Бүгін сіздер нені үйренесіздер? Ең біріншіден квадрат үшбұрышының толық квадратын ажыратуды және де қасиеттерін біле отырып, функцияның графигін салуды үйренесіздер. Яғни бізде y тең ax квадрат плюс bx плюс с түрінде берілген өрнек бұл квадраттық функция деп аталады. Бұл квадраттық функцияның графигі парабола болып табылады. Яғни бұл жерде a тең емес нөлге болу керек. Бұл жердегі a және b, s сандары бұлар нақты сандар болып келінеді. А мына жердегі x бізде айнымалы болып табылады. Бұл функцияның анықталу облысы, яғни x тиісті минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығын қамтиды. Енді кезекте біз квадрат үшіншені толық квадратын ажыратуды біз қалай анықтаймыз? Ол үшін біз y тең болады a жақшаның ішінде x қосылған b бөлінген 2a-ның квадраты алынған дискриминант бөлінген 4a деген формуламен анықтаймыз. Яғни дискриминант дегеніміз біз білеміз, алдында квадраттық теңдеуде дискриминант тең b квадрат минус 4a-сыға тең. Яғни бұл жерде біз мұна берілген біздегі мән, яғни бұл m-нің мәні, мұна берілген мән бізде n-нің мәні. Яғни минуспен алған кезде m тең болады минус b бөлінген 2a, n тең болады минус дискриминант бөлінген 4a. Яғни бұл жерде бұл функцияның төбесі, яғни a тең m және де n болып табылады. Енді осы жерден біз анықтаймыз формуланы ықшамдап біз қалай жаза аламыз. Яғни мына жерде бір ескерте кететін жағдай, мұны a бізде төбесі ғой, m және n. Осы жерде m бізде функцияның осы болып табылады. Яғни ол симметриялық осы деп аталынады. Қазір біз график салған кезде